Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен мемлекеттің бағалық саясатын қарастырамыз. Сіздер білесіздер, еркін бәсекелестік нарықта нарықтық баға сұраныс пен ұсыныс күштерінің заңдарының нәтижесінде қалыптасады, және ол тепе-теңдік баға тұтынушылар мен сатушыларды қанағаттандыратын болады. Ал бірақ кейбір жағдайларда, егерде нарықтық баға сатушылар мен тұтынушыларға әділетсіз деп саналған жағдайда, мемлекет өз тарапынан бағалық саясатты жүргізеді, және мемлекет белгілі бір тауар түрлеріне немесе қызмет түрлеріне ең жоғарғы максималды бағаны немесе минималды бағаны орната алады. Және сатушылар сол мемлекеттік ережені, саясатты ұстануға міндетті болады. Енді анықтамаларын қарастырайық. Максималды баға дегеніміз не? Максималды баға дегеніміз тауарға немесе қызметке белгіленетін ең жоғарғы бағаны айтамыз. Бұл бағадан үлкен бағаны орната алмаймыз деген сөз. Минималды баға дегеніміз не? Ол тауарға немесе қызметке белгіленетін ең төменгі баға көлемін айтамыз. Бұл бағадан төмен баға орната алмаймыз. Максималды бағаны жеке қарастырайық. Егерде мемлекет белгілі бір тауарға немесе қызметке максималды баға орнатқан жағдайда, нарықта келесідей жағдайлар туындауы мүмкін. Мемлекеттік максималды баға нарықтық тепе-теңдік бағадан жоғары белгіленуі мүмкін, немесе мемлекеттік максималды баға нарықтық тепе-теңдік бағадан төмен белгіленуі мүмкін. Осы жағдайларды график негізінде қарастырайық. Егерде мемлекет орнатқан максималды баға нарықтық тепе-теңдік бағасынан жоғары орын алған жағдайда қандай өзгерістер болуы мүмкін нарықта? Мысалы үшін, мына графикте алдымызда қант нарығы белгіленген, қантқа деген сұраныс қисығы, қантқа деген ұсыныс қисығы, қанттың нарықтық бағасы 300 теңге, нарықтық тепе-теңдік өнім көлемі 90 мың тонна деп айтайық. Және қантқа мемлекет максималды қанттың 1 килограммына максималды баға ретінде 400 теңгені тағайындайды. Бұл дегеніміз, біз 400 теңгеден жоғары ешқандай бағамен қантты сата алмаймыз. Біз қантты 0 мен 400 теңге аралығындағы мына кез келген бағамен сата аламыз деген сөз. Бірақ біздің жағдайда нарықтық баға 300 теңге, және біз бұл 300 теңгемен қантты сата береміз, және бұл бағадағы сатылатын қант көлемі сатып алынатын қант көлеміне тең болады. Енді қарама-қайшы жағдайды қарастырайық. Мемлекеттік максималды баға нарықтық тепе-теңдік бағадан төмен орналасқан жағдай. Мысалы үшін, жаңа қант нарығындағы тепе-теңдік баға, қанттың тепе-теңдік бағасы, нарықтық бағасы 300 теңге. Ал мемлекет қанттың ең максималды жоғарғы бағасы 200 теңге болу керек, одан аспау керек деп бұйырады. Бұл жағдайда біз 300 теңгемен сата алмаймыз. Қантты біз осы 0 теңге мен 200 теңге аралығындағы кез келген бағамен сата аламыз. Демек, мемлекеттік максималды 200 теңгемен қантқа деген арзан, қантқа деген сұраныс көлемі өседі, 100 мың тонна болады, ал ұсыныс көлемі 70 мың тонна болады. Нәтижесінде қант нарығында тапшылық орнайды. Осы мемлекет тағайындайтын максималды баға нарыққа қалай әсер етеді? Ол кейбір нарықтарда, егерде мемлекеттік тағайындаған баға тепе-теңдік бағадан төмен орнаған жағдайда, ол тапшылық туындатуы мүмкін. Себебі арзан мемлекеттік бағамен осы тауарға деген сұраныс көлемі ұсыныс көлемінен көп болады, және де бағалық емес әсерлер пайда болады. Ол деген тапшылық туындағандықтан сатып алушылар осы тауарға қол жеткізу үшін ұзын кезекте тұруға мәжбүр болады, және де сатушылар тарапынан сатып алушыларға деген дискриминация жүргізілетін болады. Бірінші кезекте олар сол тапшылық орнаған тауарды өзінің таныстарына, туыстарына сата бастайды, сатып алушыларды өстіп алалай бастайды. Назарларыңызға рахмет.